Бұл видео тек қана енді бастап жатқан программистерге қызық болады. Проектте технологиялық стек қандай болатынын айтып кетейін. Фронтендте JavaScript, Vue.js, Vue Bootstrap деген фреймворктарды қолданамын. Бэкэндте PHP, PHP, Laravel фреймворкын қолданамын. Сосын база MySQL болады. Жұмыс жасау үшін қажетті қосымшалар ол PHP, 100 версия менде тұр. Composer орнатылу керек. Сосын Node.js орнатқанда NPM өзі бірге орнатылады. Сосын MySQL Community Server тегін. Сосын Workbench, сол сервермен жұмыс жасауға арналған клиент. Visual Studio Code. Visual Studio'ның өзі емес. Visual Studio Code. Сосын Git орнатып қойса болады шығар. Туртойз Git. Осы стек технологияларды қолданамыз. Егер ешқайсысы таныс емес болса, өздеріңіз дәл осындай проект қайталап жазбас бұрын основасын, ең негізгі жерлерін өтіп алғандарыңыз дұрыс.